Good day, my dear students. How is it going? Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз English Plus Grade 5 Students Book кітабындағы 87-ші бетті өтетін боламыз. Бүгінгі бізде Present Continuous, яғни грамматикалық тақырып дәл осы шақ жайлы жаттығулар болады. Сол жаттығуларды бірге Exercise number 1. Бірінші жаттығу оқушылар. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай 5 сұрақ берген және оның 5 жауабы қоршаулы тұр. Бұл бізде 66-шы суретке қарап орында деген, яғни бұл жерде бізде қате кеткен 86-шы беттегі суретке қарап орындайтын тапсырма. Біріншісі, is she walking деген сұрақ, ол яғни жаяу жүріп бара жатыр ма деген, ол бізде жауабы no, she isn't. Екінші сұрақ, where are you traveling? Сен қайда саяхаттайын деп жатырсың деген, бұл жерде жауабы to India, яғни Индияға. Үшінші, are you going by train? Сен, яғни, пойызбен барайын деп жатырсың ба деген, Yes, I am болады бұл жерде жауабы. Төртінші, are you staying? Where are you staying? Яғни, сен қайда тоқтамақшысың деген. Бұл жерде жауабы in a hotel, яғни қонақ үйге. Бесінші, are they sunbathing? Бұл жерде no, they aren't. Exercise number 2. Екінші жаттығу. Correct the errors. Яғни қателерін дұрыста деген. Бұл жерде оқушылар сөйлемдерде қате кеткен. Яғни сұраулы сөйлем болған кезде бірінші бізде you are studying болмайды. Бізде алдына шығып кетеді. Are you studying болады. Сен оқып жатырсың ба деген. Екінші is they swimming деген. Бұл жерде қате. Is болса бізде he, she, it қана қойылады, they де бізде қоямыз. Are they swimming болады. Үшінші бізде yes, I am деп жауап берген. Бұл жерде yes, I am деп жазамыз. Төртінші is eating she paella. Бұл жерде қате кеткен she бізде is-дан кейін келеді. Яғни сұраулы сөйлемде is she eating paella болады. Бесінші no, they isn't. Бұл жерде қате isn't болмайды, яғни no, they are not, яғни немесе aren't деп жазсаңыздар болады. Яғни қысқартып. Алтыншы, are he working? Бұл жерде қойылмайды he болған кезде. Is he working болады. Exercise number 3. Келесі жаттығу оқушылар бізде үшінші жаттығу. Make questions and write short answers деген сұрақтарды құрастыр және оларға қысқа жауап бер деген. Бірінші бізде you sunbath. Бұл жерде are you sunbathing деп сұрақ құрастырамыз. Яғни сен күнге күйдірініп, күнге қыздырынып жатырсың ба деген. Егер иә деп жауап беретін болсақ, yes, I am деп жазамыз. Екінші, your teacher sleep деген. Is your teacher sleeping деп жазамыз, яғни сен мұғалімің ұйықтап жатыр ма деген. No, she isn't деп жауап берсек болады бұл жерде. Жоқ, олай емес деген, Үшінші бізде are you studying деп жазамыз, сен яғни оқып жатырсың ба деген. Бұл жерге біз yes, I am деп жауап берсек болады. Иә деген. Төртінші, your best friend shop. Is your best friend shopping болады бұл жерде. Бесінші, are your parents working деп жазамыз. Алтыншы, are your classmates writing. Жетінші, соңғы бізде are you watching TV деп жазамыз. Exercise number 4. Төртінші жаттығу. Order the words to make questions and look at the picture and write answers деген. Яғни бұл жерде сұрақтарды дұрыс орнына қойып, сөздерді дұрыс орнына қойып, сұрақ құрастыр деген. Және де сол сұрақтарға суретке қарап жауап бер деген. 87-ші бетте көріп тұрғандарыңыздай сурет берілген, сол суретке қарап, бұлар сұрақ қойылған, сол сұрақтарды осы суретке қарап жауап береміз. Бірінші сұрақтарды дұрыстап құрастырып алайық. Бірінші сұрақ бізде былай құрастырылады. What is the woman doing? What's the woman doing деген, яғни әйел адам не істеп жатыр деген. Ол жерде суретте көріп тұрғандарыңыздай, ол ұйықтап жатыр. She is sleeping деп жазамыз. Екінші сұрақ, is the car moving? Яғни машина, көлік жылжып жатыр ма деген. Жылжып бара жатыр, ол суретте қарап тұрсаңыздай. Yes, the car is moving деп жазасыздар, яғни жауабына.
Келесі үшінші сұрақ. Are the dogs eating sandwiches? Яғни иттер сэндвич жеп жатыр ма деген. Бұл жерде олар иттер сэндвич емес, біреу жапырақ жеп жатыр, біреу яғни төсенішті аузына тістеп алған. Яғни біз no, they are not eating sandwiches деп жазамыз. Яғни олар сэндвич жеп жатқан жоқ деген. Төртінші, is the man in blue the car driving? Көк киімдегі кісі көлікті жүргізіп бара жатыр ма деген сұрақ, иә? Ол көлік жүргізіп бара жатқан жоқ қой, көлік өз-өзіне жылжып бара жатыр. Сондықтан да біз no, he isn't деп жазамыз. No, he is not driving. Бесінші, who is taking a photo of the car деп тұр. Яғни көлікті суретке түсіріп жатқан кім деп тұр. The boy in a red cap is taking a photo of the car деп жазсаңыздар болады. Яғни қызыл кепкадағы бала, бас киімдегі бала машинаны суретке түсіріп жатыр деген. Exercise number 5, бесінші жаттығу былай деген. Think of more questions about the pictures, then work in pairs, close your books and test your partner's memory. Ask your own questions and those from exercise 4 деген. Яғни осы суретке қатысты оқушылар 87-ші беттегі жаңа 4-ші жаттығудағы қойған сұрақтарды, яғни біз қасымыздағы адамға сұрақ қоюымыз қажет. Бірінші суретті, яғни қарап ал деген, соған сұрақтар қой деген, қасындағы адаммен, яғни кітапты жауып тастап, оның memory, яғни есінде қалғанынан тест ал деген. Төртінші жаттығудағы сұрақтарды қасындағы адамға сұрақ қой деген. Яғни бұны оқушылар өздеріңіз қасындағы адаммен ауызша орындайсыздар. Бұл тапсырманы жазбаша орындамаймыз. Келесі exercise number 6, 6-шы жаттығуға қарайық. Бұл жерде оқушылар былай деген. Imagine that you are making a travel program with a favorite TV or film star. Өзіңді, яғни бір керемет теледидардағы жұлдыз, өзіңнің сүйікті кино жұлдызың, немесе бір жақсы көретін теледидарда шығатын жұлдызыңмен бірге саяхаттасың деп елестет дейді. Және you are very happy, сен өте бақыттысың, және you are in the perfect place, және керемет орындасың дейді. Think of answers for questions 1-6. Мына бірден 6-шы сұраққа дейін, яғни ойлан, яғни жауап бер деген, иә. Бұл жерде сұрақтар осы саяхат жайлы қойылған. Сол сұрақтарға өзіңізді елестетіп, мысалға бір жұлдызбен біргемін, сонымен бірге саяхаттап жүрмін деп осы сұрақтарға жауап беріп қарайық енді. Бірінші сұрақ, who is traveling with you? Сенімен бірге кім саяхаттап жүр? Мысалға оқушылар менімен бірге Анджелина Джоли деп жазсақ, мысалға Анджелина Джоли менімен бірге саяхаттап жүр деп болсақ, Анджелина Джоли is traveling with me деп жазамыз. Яғни ол мысалға өзіңіздің бір сүйікті жұлдызыңыздың атын жазсаңыздар болады ол жерге. Әркім өзінікін жазады. Екінші, are you traveling now? Сен дәл қазіргі сәтте саяхаттап жүрсің бе деген. How дейді, қалай дейді. Мысалға дәл қазір саяхаттап жүрген сияқты жазатын болсақ, yes, I am traveling now. It's nice. Бұл тамаша, керемет деп жазсақ болады. Where are you staying? Сендер қайда яғни жайғастыңдар, қайда қалдыңдар? Мысалға қонақ үйде болатын болсақтар, in a hotel. We are staying in a hotel деп жазамыз. Төртінші, what are you eating? Яғни сендер не жеп жатсыңдар деген. Мысалға пицца, сэндвич, мысалға тағы не жазсаңыздар болады. Өздеріңіз қандай тамақ жазғыларыңыз келеді, соны жазсаңыздар болады. Мысалы, we are eating a pizza and the sandwiches деп жазамын мен мысалға. Бесінші, what is the star doing now? Яғни сен қасыңдағы жұлдыз, танымал адам не істеп жатыр деген. Мысалға, ол кітап оқып жатыр дейтін болсақ, she is reading a book. Яғни ол кітап оқып жатыр қазір. She is reading a book now. Алтыншы сұрақ, how are you feeling? Why? Сен қандай сезімдесің? Яғни why дейді, не үшін дейді. Енді өзіңіздің сезіміңізді жазасыздар. Яғни жұлдызбен бірге саяхаттап жүрсіздер мысалға. I am feeling good. It's nice to travel with my favorite star деп жазсаңыздар болады. Яғни мен өзімді жақсы сезініп тұрмын. Яғни бұл керемет сезім, яғни өзіңіздің сүйікті жұлдызыңызбен бірге саяхаттау. Сонымен оқушылар бүгінгі біздің орындаған тапсырмаларымыз аяқталды, сабағымыз аяқталды. Яғни 7-ші жаттығуда жай ғана өзіңіздің жұбыңызбен бірге 6-шы жаттығудағы сұрақтарға жауап бер деген ол жаттығуды біз орындадық, иә. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye, students.